Барлықтарыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді буйпай тортын термомиксте дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, себебі жасалу жолы өте оңай. Тортымызды дайындау үшін 100 грамм шоколадты 10 секунд дискурсқа қоямыз. Кейін үстіне 80 грамм сармайды салып 5 минут 50 градуста ерітеміз. Үстіне қант пен жұмыртқаны қосып 3 минут дискурста араластырамыз. Кейін үстіне ұн, какао қопсқышты қосып тағы да араластырамыз. Пергамент қағазымызды видеода көрсетілгендей етіп дайындап аламыз, немесе қарындашпен дөңгелек форма сызып алсаңыздар болады. Бізде 4 корж шығу үшін пергамент қағазымызға 5 ас қасықтан қамырымызды салып шығамыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бірінші қант ұнтағын дайындап аламыз. Енді менен сіздерге лайфхак. Сливке жақсы араласып қою болып шығу үшін бабочканы видеодағыдай орналастыру керек. Сол кезде бабочка жартылай айналады. Ал егер бабочканы осылай орналастыратын болсақ, ол толық айналым жасайды, сливке онша шықпайды. Сондықтан бабочканы осылай орналастырған дұрыс. Бабочканы орналастырғаннан кейін қант ұнтағының үстіне сливкені құйып 1 минут 3,5 скорста араластырамыз. Сливкенің қоюланған дыбысын тыңдап тұрыңыздар, себебі кейбір сливкелер 20-40 секундта дайын болады. Дайын болған сливкемізді бөлек құрғақ ыдысқа салып аламыз. Енді чашаға творожный сырды салып 25 секунд торт скотчта араластырамыз. Дайын болған творожный сырды сливкенің үстіне қосып, жақсылап венчикпен араластырып шығамыз. Енді ганаш дайындаймыз. 50 грамм шоколадты 10 секунд дискурсқа қоямыз. Кейін үстіне 30 грамм сармайды салып 5 минут 50 градуста ерітеміз. Тортымыздың бетіне ганашымызды жағып, оның бетін әсемдеп, тоңазытқышқа 5-8 сағатқа қоямыз. Сонымен біздің өте дәмді, өте нәзік шоколадты буйпай тортымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, себебі жасалуы өте оңай және кремі де өте жақсы болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.